Ақтөбеде Ауқаттылар ауылы саналатын ықшам аудан тұрғындары жарықтың күн ара сөнетініне шағымдануда. Мұндағы газ қондырғысы электр қуатымен ғана жұмыс істейді. Сондықтан жарық сөнсе, жылу да жоғалады. Ал шаһардың коммуналдық мекемелері бұл мәселені шеше алмайды. Өйткені ықшам ауданның барлық инженерлік желісі жекенің қолында. Ақтөбе шетіндегі Береке деп аталатын ықшам аудан бай бағландардың мекені. Қалдан қалың болмаса, бұл қалашықтан жер алып, баспана тұрғыза алмайсың. Бірақ элиталы ауданның тұрғындары қарашада қалтырап, шаңырақтарында дірдектеп отыр. Ауқаттылар ауылында жарық күн ара сөніп берекелері кеткен. Үй жылытатын газ қазандықтарының бәрі тоқпен істейді. Одан қалды тұрмыстық техникамыз жанып бітті деп отыр. Өзімнің үйінде мен бір-екі рет телевизорым жанып кетті. Құрсын ол телевизор үндемейсің ғой оны деген. Енді деген биыл жаңа мына кісілер айтып жатыр жаңағы. Осыдан балдар үйдегі немерелеріміз ауыра бастады уже деген. Отопление жоқ. Мен мысалы үйімде 70-тегі әкем бар, 70-ның үстінде шыққан, ауру жатқан, төсек тартып жатқан адам бар. Сағат 4-тен бастап әлі светіміз жоқ үйде. Жылу жоқ сол кезде. Жылу да жоқ, свет та жоқ. Жана машинаға балдардың телефонын зарядтап сөйтіп келіп тұрмыз. 10 жыл бұрын бұл қалашықтан жеке құрылыс компаниясы жер сата бастаған. Инфрақұрылымына да солар жауапты. Газ құбыры мен электр желісін тартып, үздіксіз жұмыс істеуін қадағалауы тиіс. Сондықтан әкімдікке қарасты коммуналдық мекемелер жарық сөнсе, оған біз араласа алмаймыз дейді. Ал жауапты компания басшылары болса, әкімдік балансына беруге құжат әзірлеп, болып қалдық деп ақталады. 8 ноябрь проектіне экспертизаға тапсырдық. Енді экспертиза 30 күннің ішінде қарайды. Экспертизадан қалай өтеді, солай қалаға береміз. Егер алса, қала или ЖКХ алу керек. Негізі, иә. Ауқаттылар ауылына көпшіліктің сырттай қызыға қарайтыны рас. Ал өркениет игілігінен жұрдай бұл үйлердің тұрғындары болса, арыз-жазы құс түспей түйткілдерін шешуге жанталасып жүр. Жаңалық Ақаш, Данияр Мейрамбекұлы, КТК, Ақтөбеден.